Сәлем достар, біз бүгін сметаник пирог жасайтын боламыз. Ол үшін бізге маргарин май 150 грамм, бір жұмыртқа, бір қасық разрыхлитель, 100 грамм қант қосамыз. Осының бәрін жақсылап тұрып араластырамыз. Керегінше ұн қосамыз. Дөңгелектеп салафанға салып, холодильникқа жарты сағатқа қоямыз. Ал оған дейін біз начинкасын жасаймыз. Ол үшін бізге 300 грамм сметана, 3 жұмыртқа, ванилин және де сахарная пудра қосамыз. Начинкамызды араластырып, формочканы дайындап, оның үстіне тестаны жайғастырамыз. Содан соң начинканы үстіне құйып, пешке 180 градус 40-45 минутқа жібереміз. Сметаникіміз осындай жұмсақ, тәтті болып шығады.